Таң оқушылар, әдебиеттік оқу пәнінен ғарышқа ұшқан жануарлар тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін ғарыш әлеміне саяхат жасаймыз. Балалар, ендеше сабағымызды жұмбақтарды шешуден бастайық. Мен жұмбақтарды жасырамын, ал сендер жұмбақтың жауабын маған аудиозаписпен жіберіңдер. Бірінші жұмбақ. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Екінші. Кейде жарты, кейде бүтін дөңгелек, түн болғанда шомылады көлге кеп. Үшінші. Күндіз бәрі қашады, түнде аспанды басады. Балалар, бұлар аспан денелер екен. Бұлардың жауабын маған жібере қойыңдар. Балалар, жұмбақты шешіп болсақ, ендеше екінші жаттығуды орындайық, иә? Мәтінді түсініп оқы дейді. Ғарышқа ұшқан жануарлар. Балалар, мәтінді менімен бірге оқыңдар. Жануарлар ғарышқа ұшқан алғашқы тіршілік иелері болды. Ең алғашқы ғарышқа ұшырылған жәндіктерге жеміс шіркейлері жатады. Ал Йорик ғарышқа ұшыру кезінде тірі қалған ең алғашқы маймыл. Ал Лайка орбитаға жеткен ең алғашқы жануар екен. Оны Кеңес одағы әлемінің екінші жасанды серігі Спутник 2-ның бортында ұшырған екен. Лайка кабинасына телевизиялық камералар мен айналадағы температура мен қысымды өлшеу үшін сенсорлар орнатылады. Сенсорлар сонымен қатар Лайканың қан қысымын, тыныс алу жиілігін және жүрек соғысын өлшеп, микрогравитация әсерін зерттеуге арналады. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жады мен бүгінгі тақырыпты жазып, сандықшадағы микрогравитация сөзін жазып аламыз. Бұл жерде жер кеңістігінің әсері деген сөз екен, балалар. Балалар, бұл суретте көріп тұрғандарыңыз Лайка екен. Балалар, бұл мәтін ғалам энциклопедиясынан алынған екен. Оны қазақшаға аударған Әліпбаева екен. Балалар, ең алғашқы ғарышқа ұшырылған жәндіктерге жеміс шіркей жатады дедік, иә? Оларды 1947 жылы В2 зымыраны бортында ұшырды. Зымыран шіркейлерді жүгерісі бар қораппен бірге алып ұшты. Бұл тәжірибенің мақсаты жоғары биіктіктегі радиацияның шіркейлерге әсерін тексеру болды. Одан кейін Йорик атты маймыл, ғарышқа ұшқан маймыл. Йорик ғарышқа ұшыру кезінде тірі қалған ең бірінші маймыл екен. Йорик және оған қоса 11 тышқан ғарышқа 1951 жылдың 20 қыркүйегінде ұшырылған екен. Ал бұл Лайка. Бұл ғарышта болған ең алғашқы жануар ит. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғарышқа жануарларды жіберу себебін сендер білесіңдер ме? Не үшін ғарышқа жануарларды жіберді деп ойлайсыңдар? Жануарлар ғарышта болған алғашқы тірі жан иелері болды. Алғашында ғалымдар адам баласы ғарышта ұзақ уақыт бойы салмақсыздық күйінде өмір сүре алмайды деп ойлады. Сондықтан да
салмақсыздықтың тірі жаратылысқа әсерін тексеру үшін олар алдымен жануарларды ғарышқа аттандырды. Балалар, үй жұмысына 5 және 6 жаттығудағы тапсырмаларды орындаймыз. Ғарышқа қатысты сөздерден өзің анықтамалық жаса. Яғни ғарышқа байланысты 4-5 сөз өздерің жазыңдар. Және 6 жаттығу. Ғарышқа тағы қандай жануарлар ұшқанын хрестоматиядан оқып біліп алыңдар.